Дамир инде шундай сұрау. Қорашқа ничек килеп электең, нинди җилләр алып килде? 2018 елда кескіні Қораш түркімі істеме набор иғлан еттілген. Әлігі істеме набор турында мен ишеттім. Инстаграм аша бұғай алышмасам көбірек қазір бетінде Инстаграм шундан ишеттім де һәм келдім. Меңа 7-ші номер тапшырдылар. Или 6-ші номерделер бұғай. Мен айтам 7-ші номер мені яратқан салма деп өзім талап алдым. Шол кердім, өзімнің нәрсе білем, шоны көрсеттім, жырладым, бейдім, шиғыр сөйледім, барысында көрсеттім де, енді онлары өттің ме, өтмәдің ме екен соңырақ айтырбыз, язырбыз дейділер де, енді мен қойдып кеттім. Шол айттырып, онлары мені шақырдылар. Келдік, мұнда июнь айларында хип-хоп дәріслерін ала башладық. Менің анда видеоларны онлары көрсетерлер ме, көрсетмеслер ме, мен анда ансамбльда эшледірейм әлі. Анда бетейді асанка тегіз боларға тейіш, оған көре тегіз асанкалар білән хип-хоп бейді олайттырып. Бию яғына бейгенде ойды ма, дұрысын әйткенде. Болашақта өзіріктегі шындай жеңіл движениялар. Бұлай жоқ, опыт ойды. Жер бойынша қатнашқан бар конкурсларда. Өзіме рашады, дүскіне бір шылдым, баштайтынды бұлайтын, сомнения бұлайтын, сомнесіне сен үшлей аласың бұлай бұны, бей аласың екен. Бейгештен мен көрсеттім де енді, бейлеріне нәрсеге мен ұрыш еткенде спасыл бен деймін, енді сұраулар, вокал дегештім айтам, вокал, ауырайын вокал дегештім айтам, нинди вокал. Ең нашар жырлаушы егіт? Ең нашар жырлаушы... Қазір мен айтып шығам, Айназ біздің яқшы жырлай, Айназ біздің дәйреті, Руслан яқшы жырлай, мен шул нормально. Мына Дики біздің үйрене жырларға. Біздің рэпер бар. Бұяқта Дики. Ансында мен, ансында точно мен деп айтылам. Мен тұрышам, мен үйренем. Айназыны үстіра бертем, үйдейін, біраз үйретейінді. Ол көбірек бетінде жыршы болып келмеді, ол біздің көбірек рэпер, ләкин аңын жырлысы келі. Аңын прям көңілі жырға тарта. Барыбір оның сәләті бар, әзірәкіне алар Айназ білән шығырленелер. Ол айта, музыканы ештәсің дейінді, тауышыны настроить керек дейін, тауышыны қойырға керек дейін, әнші қойырға метем, қошан келіп жетау. Өз вақыты білән дейінді, өз вақыты. Қорашқа қадарге тұрмышың не дейді? Мен башта оқу бітірдім, оқу йұртын оқу бітірдім, аннарысың, біз бакалавр бітін, 4-ші магистрға кіргенде нәрсе бәріндер шұғыландыра керек бітінді, оқша керек бітінді, іштерге керек бітінді. Кірдім коллективға «Современный мгновение» деген. Анда 2 ел бейдім, как артист балета. Түрлішлер, анда концертта болып, анда магазиндарда қайда пятерочкада шлеп алды мен, қайда кассир болып, анасын агент болып, недвижимость түгіл, страховой, страховщик болғанымды. Шындырақ ішлер, временный, оқылы шағына, 1-2 айлық. Гимназияда оқыдым, гимназияны оқып өткәш колледжда оқыдым. Колледжні бітіргәш консерваторияда, мына Қазанда консерваторияны бітірдім. Музыкант боларақ, мен кларнетта ойнадым. Оннары енді анда оқығанда 4-ші курста мен Айдар Фазарахмановның ансамбліне кірдім ішке. Анда да отбор бойынша өттім. Анда 3 ел ярым, 4-ке толы бітмеді енді біраз ғана. Шулай ішләдім. Жүзігіз тоңыз кішке іске түшірдім, қойып оңладым. Бар бет әлі, іске түшті. Молодежный парламент при Госсовете Татарстана. Яшьләр парламенты деп әйтегенде, әйме татарчаға тәржеме әйтсәк, Дәүләт Советы қарамағы астында. Мен анда қазір член молодежного парламента.
вәкилі деп әйтейік мысалы енді. Міне жайкені біз менің кандидатураны бердік. Біз ойламаған едік, біз мұны ұзырбыз ма деп теге аның хатылыны қоймаған едік, ләкин ұзға şimdi анда 400 кіші арасынан 80-90 кіші генә узды. Әлеге күнде мен Госсоветта депутатлар отыра тұрған жерде өзімнің бір ұжынымды алып тұрам енді. Міне шол. Рәхмәт. Һәм инде яңадан караш төркеменә әйләнеп кайдык. Шушы төркемгә эләккәннән соң синең тышкы кыяфәтең шактый үзгәргән дип беләм. Махсус төркем өчен үзгәрдеме бу? Махсус чыгыш ясау өченме, әллә үз теләгең идеме? Һәм авыр булдымы? Үзеңне яңаша кабул итү. Рәсеме бу сорау теге иң яраткан сораулардыр дип уйлыйм инде. Мин бу сорауны ишетергә ияләшкән. Күп кеше әйтә әле теге сезне заставляют манда дип, сезне теге үзегез теләк белдермичә шулай итәләрме дип. Юк, монда инде иң мөһиме мин инде караш төркеменә килеп эләккәч, үземнең 3-4 ел эшләгән күп көч куйган карьерамны дип әйтик. Мин инде эшемне калдырдым һәм үземне дөресен әйткәндә теге ничектер шикләрдән арыну дип әйтикме, инде шикләрдән арынуымны сиздем. Әле дөрескәндә шеш буяу турында балчыклар түгел, теге подростковый возраст булайны, теге нидер урыс группалар булыйны, корниларны сән теге мен койлы егетләр теге шешләрнең төсләре ширем идем, о матур идем. Тоже шулай визуализация булайды ул минем, мен айтам шундай булсам прикольно лайк. Шуңа кызыксынып йөргән инде, ну теге барып җитмәде, барып эшләмәдем мин аны. Монда килгәч инде ул куркуларны бетердек. Теге даже клипны күрерсез, анда төсле чәчләр, просто теге сары гына түгел, башка төсләр гомумән. Шуңа күрә шул шикләрдән киттем. Сезнең төркемдәге иң начар биюче кеше синең фикереңчә кем ул? Әйтергә. Исеме. Калганнар әйтте. Ну, мин әйтеләм, астан башлайла әйтермен инде. Дамирны әзрәк итәргә кирәк инде, әйе. Ну, начар дип әйтмәсен, но Дамир тырыша. Дамирга авыррак. Мин яшерим түгел, мин. Ни өчен алай? Ну, беләм, чөнки күрәм. Тырышырга кирәк инде. Аны әзрәк авыррак, чөнки аңа бирелә, әле ул узынрак булгач, буй узын булгач, еще ныграк күренә. Аяклары да узын, нык күзгә бәрелә, һәм бик тартып бетерә алмый димсең инде. Ну, электән биемәгәч аңа авыррак. Мин аны аңлыйм, аның белән күп шөгыльләнергә кирәк. Һәм шундый сорау, синең фикереңчә кызларда булырга тиешле 3 сыйфат. Минемчә, ул минем сыман булырга тиеш. Минем дөньяда булырга тиеш. Беренче, иң главное. Хәйту шибәр булсын, хәйту хозяйственный булсын. Если минем белән бер дулкында булмаса, ул авыр булачак инде. Һәм икенчедән Акыллы кызлар өчен инде. Чөнки кызлар тулган инде. Ну, тулган дип әйтергә ярамый, но төрле кызлар бар хәзер. Ягымлы. Һәм дә инде йомшак. Матур. Рәхмәт. Әле шу сыйфатларга туры килгән, бүгенге көндә кыз бармы әле? Бар инде алар дөньяда күп. Минем кызым юк. Бүгенге көндә йөргән кызым юк. Йөргән кыз юк. Алай. Бездә кызлар юк. Юк, чөнки безгел эштә, бергә егетләр белән аңа вакыт җиткезеп булмый. Әзер. Беренче сорау шундый була. Евгения Онегинның иң танылган әсәре. Блин. Евгений Онегин бит ул Пушкинның ние? Әсәре дип әйтегәндә. Абдулла Тукай. Евгения Онегинның иң танылган әсәре Абдулла Тукай димәк? Юк. Евгений Онегин бит ул герой. Оларда Евгения Онегин бит инде вымышленный персонаж. Ул бит язмаган. Руслан Людмила Тумган. Руслан Людмила Пушкинники булат. Пушкин ул. Онегинның кыз турында нидер бар аның. Әсәре, ни хәрефкә башында хотя бы. Белмисезме? Письмо к матери Дензит не бар маның? Белмим. Сәтүгел. Беләм инде. Евгения Онегин.
Нені қызғайын ол? Yok, нені қызға. Прям, ана қыз есімі бар ма? Каренина. Каренина, нәрсе шындырақ, ана Каренина, яра. Абдулла Токайның есімі нешек? Ғабдулла. Абдулла. Тоқайның Абдулла. Мына яқшы сұрау. Абдулла Токай. Ғабдулла есімі. Сұрау 372 минус 143. 372 минус 143. Ой, мында калькулятор бар бұғай. 143. 2 143. Hadi 130. 229. 229. 229. 229. Идеалise devam ederiz. Әйде, ауыр сұрау. İçinde неше хромосомы бар? 46. 46. 46 бағай. 46. Неке бар мұнда? Нәрсе ол анықлағыш. Анықлағыш, аңлатқыш бұламысың? Шулай деп аңлатылады. Нәрсе ол? Мисал келтіре аласың? Жоқ. Jumlada mesela isteymişsin yine mesela gerek değil bir no anı istep koyarga bulayındı. Misal mesela. Hazır. Анықлағыш. Жümlede анықлағыш. Мен көбірек ұршаны білейін, орыс тілін. Ол ұршасын айтсайыз... Приложение ұршасы. Приложение? Приложение. Приложение. Анықлағыш, ол значит бейтін анықлағыш нәрселер анықлы бейтінді? Мен магазинға барам деген jumlaga. Вот mesela men iki үй арасындағы магазинға барам. Iki үй арасындағы шындырақ нәрсемісің енді? Анықлағыш, приложение. После глагола все доказывает енді ол. Шындырақ ол. Міне, матырын айта алмаймын қофты. Определение. Мынсы айырғыш. Анықлағыш, обстоятельства. Мынсы обстоятельства. Сен ұршасын істеуім, сұрауым нәрсе ол? Анықлағыш. Бұл айырғыш кебек. Не енді? Шаған ол? Бұл біз татар тілінде қолдана тұрған сөздерінің не определениесі. Көзенек ішінде нендей органоидлар бар? Несілер білесің? Деген, зор. Білмеймін, ұмытымайды мен. Нендей әлі о зор. Мына... Митохондрия. Митохондрия тағын... Ұятқа қалдырдың енді зілі. Көзенекті сейкен білсем едәл. Клетка? Органоид. Білмейм, істет түгіл. Нәрсе бар янда ядролар, нәрсе жындырақ бөле ұшсаң. Ядро, частицалар. Анда белоклар, әлі нәрселер бар янда шындай түрлі нелер, бақуақ әйілер. Клетка ішінде нәрселер... Вообще не падырыса, білмей алдайды. Квадратның майданын неше табырға? Площадь квадраты бүтін яқларын тапқырларға керек. Дүрт яғында. Қошырға. Өлшейсің де енді метр білән. Білмеймін. Формуласы. Жоқ. Квадрат. Мейдан нәрсе ол? Просто М квадрат, все. Квадратқа көтересің енді яқларын сумысын. Ана яқлар тегіз бейді. Майданын площадь квадрата равна сумме его сторон. Квадрате екіге тапқырларға Нәрсені? яқларын. Рахмет. Мен тупой. Бүгінгі күнде Америка президенті. Трамп. Ісімі?
икенин билбейм, Трамп экенин билем инде. Не бит инде? Теге китап язган. Трамп, Дональд Трамп. Трамп, Исеме? Дональд. Дональд Трамп, бизнесмен. Миниханов Татарстанның неченче президенті? Татарстанның икенче президенті. Икенче. Екінші президент былайна Шаймиев бірінші болушы ой. Ике, Шаймиев биринчиси, Акташтыкы. Нәрсе ул хайлайтер? Білем, мен нәрсе екен, оны ялтырый тұрғандай бір битке сүртәләр қызлар. Хайлайтер. Білмеймін. Хайлайтер. Не? Бізге сүртәләр. Біз сүртәбіз инде аны, хайлайтер. Өзім қолданмайм. Керек mi desem? Син бәле. Хайлайтер нейінде ол деген сөз инде ол хайлайтер. Мәсәлән, ютубларда, мысалы қазір инстаграмда бик популярный сөз инде ол. Теге яғни продуктны өзінің выдвигайту, мысалы реклама тимдарак. Мен аңлата алмаймын аматырғына. Бит итмәсен шетігім ол. Теге кімдерін битті итә бит инде. Құрый. Анаштығыл да. Или скулдарны. Ялтырап тұрсын үшін. Точно. Рекламчик шындырақ былай инде теге. Свайп тимда шындырақ естан, реклама тимда. Теге популярлаштыра шулы өзінің продуктны инде. Шындырақ. Айта алмаймын. Рахмет. Почти что барысы. Почти. Моего ой нәрселер жумлада приложение. Яхшы, рахмет. Хәтерләре. Рахмет. Визор. Рахмет. Сине озатабыз. Син иркли. Булда мен? Рахмет, тулы кызыклы җавапларың.